Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздермен өте дәмді болып шығатын ауыздай дейтін чебуреки дайындайтын боламыз. Ол үшін каналға тіркеліп қойыңыз және де видеоны соңына дейін қарап өтіңіз. Ең алдымен таза ыдысымызды алып, ыстық қайнап тұрған суымызды құямыз және де жарты шай қасық ас тұзымызды салып ерітіп аламыз. Онан соң електен өткізілген ұнымызды қосатын боламыз. Ұнымызды шамамен қосып алдым. Алдымен қасықпен илеп аламыз, сосын барып қолымызбен әбден қамыр қылып илеп аламыз. Одан кейін үлкен ас қасықпен 5 ас қасық сұйық май қосамыз. Сосын қасығымызбен немесе шанышқының көмегімен алдымен илеп аламыз. Қолымызбен илесек, біздің суымыз ыстық, қазір ғана қайнап тұрған суды құю қажет. Бірінші қасықпен жақсылап тұрып араластырып аламыз. Онан соң үстінен тағы да ұнымызды сеуіп, қолымызбен қамыр илеп аламыз. Қамырымыз қолға жабысатындай болу қажет. Қамырды тым қатты илеп қоймаймыз, сәл қолға жабысатындай жұмсақ етіп илеп алу керек. Қамырымыз өте әдемі шығу үшін, июі қану үшін ерінбей 15 минут әбден илеп алған дұрыс. Арасында түйіршік қалмау керек. Сол себепті де ұзағынан асықпай илеп алғанымыз дұрыс. Енді қамырымызды 20 минутқа тындырып қоямыз. Ал енді салмасына келетін болсақ, бізге 200 граммдай тартылған ет қажет және де пияз керек. Пиязды 3 данасын қостым. Осындай үлкені болса 2 данасын қоссаңыздар да болады. Мен блендерден өткізетіндіктен осындай бөліктерге бөліп алдым. Егер сіздерде блендер болмаса, өте ұсақ етіп турап алғандарыңыз жөн. Алдымен бірдестен барлығын қоспаймын. Аз-аздан сала отырып, блендерімізбен әбден езіп аламыз. Блендермен езсек, ол суы шығатын болады. Ол пияздың суы біздің чебуректерді сочный қылып тұрады. Сол себепті де блендермен әбден езгілеп, суы шыққанша әбден езіп алған дұрыс. Егер сіздер блендермен езбеген жағдайда пышақпен өте ұсақ жіп-жіңішке етіп майдалап турап алғандарыңыз дұрыс. Видеода көргендей барлығында өткізіп алдым. Енді тартылған еттің үстінен пиязымызды қосамыз. Аздап суы шығады, сол суымен қоса берсеңіздер де болады. Енді мұның үстінен дәміне қарай тұзымызды және де қара бұршымызды қосамыз. Тұзды алдымен аз-аздан сала отырыңыздар, шамамен жарты шай қасық кетеді. Және де өз қалауларыңыз бойынша қара бұрышты қосасыздар. Мен қара бұрышты сәл көбірек қосамын. Жаңағы шай қасықтың ұшымен аздап қана қоссаңыздар да болады. Енді біздің чебуректеріміз сочный болу үшін аздап қана салмасына осындай су қосып жібереміз. Салқын су, 2-3 алақандай су қосу керек. Шамамен 20 граммдай қоссаңыздар болады. Енді әбден араластырып аламыз. Тұзын көреміз. Егер тұзы аздық етсе, тағы да аздап қана салып, жақсылап араластырып аламыз. Біздің салмамыздың суы шығып тұрады. Одан қорықпасаңыздар болады. Өйткені чебурек өте дәмді және сочный болу үшін осындай сұйықтықта қосу керек. Тағы да бір алақан су қосып жібердім. Тағы да араластырып жібереміз.
Біздің қамырымыз 20 минут июі қанғанша тұрды. Енді алып осынша сопақша етіп аламыз да одан кейін барып бөліктерге бөлетін боламыз. Көз шамамен әркім өз қалауы бойынша бөлсе болады. Үлкен көлемде жасаймын десе, одан үлкен көлемде кесіп алуға болады. Мен таразыға өлшеп барлығын 60 граммнан бөліп алдым. Менде осы қамырдан ровно 10 штук шықты. Бұдан кішірек жасаймын десеңіздер, бұдан кіші бөліктерге бөліп жасай берсеңіздер болады. Барлығында бөліктерге бөліп алдым. Одан соң бұл қамырларымыздың үстін сүлгімен жауып қоямыз. Қаязып кетпес үшін, кеуіп кетпес үшін сүлгімен жауып қойып, шетінен дөңгелектеп жайып отырамыз. Қамырымызды дөңгелек формаға келтіріп алдық. Енді ұнның көмегімен жұп-жұқа етіп жаямыз. Ұнды сәл көбірек қоса бересіздер, өйткені біздің қамырымыз жұмсақ болғандықтан ол жабысып қалуы мүмкін. Сол себепті де ұнды қоса отырып, айналдыра отырып жайып аласыздар. Қамырды өте жұқа етіп жайып алыңыздар. Сонда сіздердің қамырларыңыз хрустящий болады, қытырлақ әрі өте дәмді болады. Енді біз салмасын салған кезде осындай ас қасықпен алып, сосын оны жұп-жұқа етіп жайып аламыз. Көп салуға болмайды, өйткені біздің етіміз піспей қалуы мүмкін. Сол себепті де жұп-жұқа етіп жайып аламыз. Одан кейін қамырымыздың шетін қолымызбен әбден басып аламыз. Осындай кескіш құрал болса кесіп аласыздар. Менде бұл жақсы көмектеспегендіктен қамырдың алынуы қиын болып кетті. Немесе сіздер шанышқының көмегімен жасап алсаңыздар болады. Менің келесі чебурекім екінші шанышқының көмегімен шет-шетін басып алдым. Бұл құрал жақсы көмектеспегендіктен шанышқымен жасап аламын. Ұнды аямай көбірек қоса бердім. Одан кейін дөп-дөңгелек етіп жайып аламыз. Өте жұп-жұқа етіп жайып алған дұрыс. Видеода барлығы да анық көрсетілген. Дәл осындай қылып жасасаңыздар, сіздердің чебуректеріңіз қамыры өте керемет болып шығады. Көтірлеп өте дәмді болады. Барынша жұп-жұқа етіп жайып алған дұрыс. Енді тағы да салмасын жұп-жұқа етіп төсеп шығамыз. Одан соң шет-шетін жақсылап басып аламыз да шанышқының көмегімен сәндеп шығатын боламыз. Алдын ала сковородканы алып, май құйып қыздырып аламыз. Майды азғана мөлшерде құйып алсаңыздар болады. Шамалап оттың астын орташадан сәл төменірек қойып қоясыздар. Майымыз әбден қызғаннан кейін чебуректерімізді салып, екі жағын қызартып, алып пісіріп отырамыз. Егер сізге видео ұнаған болса, каналға тіркеліп қойыңыз. Және де лайк басып өтіп, пікір қалдыра өтіңіздер. Алда жақсы рецепттер болады. Өте қарапайым жолмен жасалынатын рецепттерді таба аласыздар. Бетін осындай маймен кішкене шашыратып жіберсеңіздер, сіздердің қамырларыңыз дөңбешік болып тұрады, өте әдемі болып көрінетін болады. Оттың астын қатты қоймайсыздар, өйткені тез қызарып қалып, іші піспей қалуы мүмкін. Сол себепті де тым жай емес, сәл орташадан сәл ғана төмен болса жеткілікті. Осындай етіп қызарғанша пісіріп аламыз. Арасы ешқандай да піспей қалмайды, өте дәмді болады. Тартылған ет. Тағы да келесін пісіріп көремін. Мұны да майды шашыратып отырып, аудара отырып, қызарғанша пісіріп аламыз. Қамырларыңыз осылай көтеріліп,
орысша айтқанда воздушный деп айтамыз, сондай болады. Осы қамырдан ровно 10 данасы шықты. Осы рецептпен жасап көрсеңіздер, қамырларыңыз өте керемет болады. Егер сізге видео ұнаған болса, каналға тіркеліп қойыңыз, лайк басып өтіңіз. Міне, мен сіздерге қазір қамырдың ортасын көрсететін боламын. Фаршымыз біздің арасы толық піскен. Сіздер де жасап көріңіздер.